Каратэ-до Шотокан жекпе-жегінен Тараз қаласында Азия ашық чемпионат өтті. Бұл чемпионатта өңірдің 6 спортшысы бақ сынасты. Нәтижесінде спортшыларымыз 4 алтын, 2 күміс және 4 қола медальді өз қанжығаларына байлады. Азия чемпионатына 15 елден 500-ден астам спортшы қатысты. Каратэ жеке ката, комитет және командалық ката комитет бағдарламасы бойынша өтті. Ката бағдарламасында үздіктердің қатарынан көрініп, бас жүлдеге ие болған спортшымыз Әдемі Жақсылық 5 жасынан каратэ жекпе-жегіне қызығушылық танытқан. Осы Тараз қаласындағы чемпионат Азия өтті, өте жоғарғы деңгейде. Қатты ұнады. Менің осы қарсыластарым өте лайықты, күшті болған. Осы Үндістан, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь, Россия елдерінен көптеген спортшылар келген. Осы комитет бағдарламасында мен 3-ші орынға ие болдым, ал ката бағдарламасында 1-ші орынды алдым. Еліміздің түкпір-түкпірінен және әлемнің әр қиырынан келген спортшылар бір аренаға жиналып өзара тартысты бәсеке көрсетті. Көршілес елдердің каратэ спортшыларымен сынасқан жерлестеріміз өз әсерлерімен бөлісті. Это мои вторые международные соревнования. До этого мы были на чемпионате мира в городе Ташкент. Я стал чемпионом Азии по ката среди мужчин в возрастной категории 18-39 лет. У меня были соперники из Индии, Таджикистана, Азербайджана. Соперники показали достойный уровень. Занял там первое место по ката, кадеты. Было много соперников. Все показали свое достоинство. Бізде 16 адам болды. Мен және Асанали біз финалға шықтық екеуміз. Мен бірінші болдым, ол екінші болып атанды. Екеуің бір-бірімен ба? Иә. Ал бұл ката программасында, комитет программасында мен Тәжікстандағы жігітпен шықтым, 16 жастағы. Қырғызстанның баласымен шықтым. Жалпы бұл жарысқа спортшыларымыз 3 айдан артық дайындалған. Қажырлы еңбекпен алдына қойған мақсатына деген талабы спортшыларымызды жеңіс тұғырына көтерді. Оларды құттықтауға темір жол сапаржайына жақындары, ұстаздары және сыныптастары жиналған. Мен сыныптастарымен бірге Әмірді және оның бүкіл ұжымын жеңісімен құттықтауға келдім. Бұл жеңіс олардың тек бастамасы деп білемін. Әлемдік деңгейде де өнер көрсетіп, жеңіске қол жеткізуіне тілектеспін. Әмірдің Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанғанмен құттықтаймыз. Осы группада немерем қатысып отыр. Бүгін келетін группа Азиядан бірінші орын алып келеді дейді. Жақсылық болсын өмірлерінде, жолдары ақ болсын. Алла қолдап, осылай орыннан орын ала берсін. Чемпион болсын, әлемнің чемпиондары болсын. Ақ жаулықты әжелер ақ батасын беріп, шашу шашып, жеңімпаздарды құттықтады. Жиналғандар чемпиондармен суретке түсті. Жеңіспен оралған жас спортшылар өздерін осындай деңгейде қарсы алған жанкүйерлеріне риза болды. Ризагүл Шаменова, Дархан Мүжібаев, Көкше ақпарат.